өз идеяларымды жүзеге асыратын кез келді. Бір күні Азамат осы оймен оянды. Бірден оның көзіне атасы тапсырып кеткен ескі халық ертегілер жинағы түсті. Осылайша Азаматтың қаламгерлік жолы басталды. Ертегілер тапшысы оның екінші есімі болады. Азамат нағыз қиялшыл еді, сол себептен жетістіктерге жете бастады. Мұны әдеби сыншылары мойындады, әріптестері қолдады. Ең бастысы оның адал, кішкентай оқырмандары пайда болды. Бұрын соңды болмаған жетістік кітап оқуды көкке көтерді. Енді оқу жаңа сәнге айналып, қазіргі заманның жазушылары халық ляззатына бөленді. Азаматтың соңына ерген ізбасарларының көптілігі соншалық, тіпті 90-шы жылдардағы МАК үшін болған кезектен оның кітаптары үшін болған кезек асып түсті. Азаматтың ойынша заманауи қиыншылықтар заманауи шешімдерді қажет етеді. Сол себепті кітапхана салу туралы шешім қабылданды. Бірақ жай кітапхана емес, ал мынандай кітапхана. Қарсы алыңыздар, ең алғашқы диджитал кітапхана. Қалай кетті? Менің қиял әлеміме қош келдіңіздер. Әлемді өзгертетін ол кітап тексерілген